Қайырлы күн, қымбатты телекөрермендер. Тікелей эфирде әдеттегідей орта толсын бағдарламасы сіздермен бірге мен Гүлзада Өсерханқызы. Бүгінгі тақырыбымыз туған жерге тағзым. Олай деп алып отырған себебіміз мұнайшылар арасында құрылған Қаламқас вокалды инструменталды ансамблінің бүгін эфирімізден туған жер атты бейнебаян көрсететін боламыз. Сондықтан дәл осы тақырыпты алып отырмыз. Олай болса студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Қаламқас вокалды инструменталды ансамблінің мүшелері Алтынбек Сарғожаев, Талғат Жақыпов және Жұмабай Ақмырзаев. Студиямызға қош келдіңіздер. Көңіл үйлеріңіз қалай? Жақсы. Шүкір, жақсымыз. Енді жаңа айтып отырмыз, туған жер атты әндеріңізді алып келіп отырсыздар біздің арнамызға. Енді бұл әнді эфир барысында, яғни 45 минут ішінде көрсетеміз, әрине көрсетеміз. Енді әңгімемізді мен мынадан бастағым келіп отыр. Өздеріңіз орындаған туған жер әні Алтынбек аға өзіңіздің яғни сазгер ретінде жазған әніңіз екен. Жалпы енді мұнайшылардың миссиясы біз мұнай өндіру дейміз. Десе де сіздердің араларыңызда қоғамға белсенді араласып жүрген спортшылар, әншілер бар екенін білеміз. Соған қарағанда араларыңызда дарындылар көп болып тұр ғой, солай ма? Иә, дарындылар бар. Бізде енді жалғыз ол өндірістік саламен бірге осы қоғамдық шара, мәдени көпшілік жұмыстарда да белсене атсалып жүрген азаматтар. Сол азаматтардың басын құрап осылай осындай ансамбліміз бар. Сонымен бірге енді олардың басқа да жанр бойынша көркем өнерпаздар ұжымы жасақталған. Сол бағытта жұмыс жасап сөйтіп атқан жағдайымыз бар. Енді ансамбль деп отырмыз, Қаламқас виясы, яғни вия ансамбль дейміз ғой. Топтарыңыз қашан құрылды, осы жөнінде айта кетсеңіз? Бұл енді ансамбліміз дейтін 2013 жыл құрылды. 2013 жылдың 27 желтоқсанда біз алғашқы біздің өзіміздің выступлениеміз болды. Сол мерекелік шараға байланысты. Биыл 8 жыл болады екен. Иә, 8 жыл болады. 8 жыл болады. Сол енді бұл жалпы ансамбльдің мақсаты жанды дауыста өнер көрсету. Жалпы аржағында құрылғанда мақсат сол жанды дауыста өнер көрсету. Біздің жалпы елімізде қазіргі уақыттарда өздеріңіз білесіздер, жанды дауыстың қайта қаралып, қайта қолға алып, қайттан жаңғырту мақсаты да сондай жұмыстар жүріп. Сосын біз енді осы ансамбліміз осылай жасақталған 2013 жылы. Қанша бастапқы құрылған кезде қанша адам болды? Бастапқы құрылған кезде сол 5-6 адам болды. Енді қазірде сол азаматтар бар. Енді басында басқа да мүшелеріміз болды. Мысалға Сағидолла дейтін, Жаңалық дейтін азаматтарымыз болды біздерде бірге өнер көрсеткен. Оларда сол мұнай саласында Марат Көпеков дейтін азамат болды. Сол барабан аспабында. Енді өте қиындау, ол себебі дейтін ол барлық кезінде осындай жанды дауыста, жанды инструменталық ансамбльде ойнаған азаматтардың кезінде солардың басын құрап, солардың арқай жұмыс жасап дегендей. Сол енді қазір енді өз уақыт өте келе біз тұрақты өз ансамбльдің солисті бар. Мысалға өздеріңіз енді білесіздер, Талғат енді танылып жүрген өзінің ортасында да, өзінің бұрында да осы өнер көрсетіп, осы өңірге танымал болып жүрген әншілердің бірі. Біз енді осы Талғат қазір біздің өзіміздің тұрақты солист. Қандай инструменттер бар? Қазір енді өздеріңіз білесіздер, біздің бас гитара дейтін инструментіміз бар. Ода Мархабат Бегелдинов дейтін азамат бар. Гитара, әрі гитара, жаңа акустикалық гитара, сосын оның әншісі дейтініміз бар. Жұмабай дейтін азамат бар, Жұмабай Ақмырзаев. Ударный аспабымыз бар.
Аслан Сатқанов дейтін азамат бар. Ол жігіт те осы мұнай саласында қызмет етеді. Инженер энергетик. Сол. Енді жаңа айтып отырсыз ғой ағам, жалпы мұнайшылардың арасынан құрылған топ, яғни мұнайшы сіздердің негізгі басты мамандықтарыңыз ол. Енді өзіңіз айтқандай біздің мақсат жанды дауысты ән айту деп отырсыз. Иә. Қазіргі таңда расымен де айта кету керек, әнші көп болғанмен жанды дауысты ән шырқайтындар өте аз. Ал енді жанды дауысты ән шырқап, оның үстінде белгілі бір инструментте ойнау үшін негізі міндетті түрде әрине талант керек, одан соң оқу, білім керек деп жатамыз. Сіздердің білімдеріңіз бар ма? Жаманбай аға, өзіңіз сөзге тартайықшы. Мысалға, өзім оқымағанмын. Енді әр жерлерден көріп, ағаларымыздың көршінің музыкант болды жақсы. Нағашыларында да бар. Сонан дарыған шығар деп ойлаймын енді. Бұрыннан осы гитарада ойнайсыз ба? Қанша жастан бастап ойнадыңыз? Өйткені қызық болуы мүмкін бізді көріп отырған көрермендер. Енді бұл Жұмабай жалпы практикалық неден көп өткен музыкант қой, енді ол оқымаса да практикалық оқыған музыканттардың практикалық нұсқасынан жақсы өткен, сондай осы ағайын туылас, осы өңірде болған той мерекелерде біршама қызмет атқарып кезінде өзінің музыкалық сауаттылығын ары қарай дамытқан ғой. Яғни жаңағы айтқан жүре үйрендім дейсіз. Иә, жүре. Негізі сол 9-шы класстардан екен. Сол жерден бастап ойнап бастадым. Яғни гитарада. Басқа да инструменттерді ойнап білесіз бе? Домбыра. Ол міндетті түрде әр қазақтың білу керек аспабы дейсіз ғой. Талғат аға, сіз? Менің өзім жалпы ондай не жоқ, музыкалық білімім жоқ. Бізде сол жүре бара үйрендік. Біз енді жүре бара болғанда менің енді әкем де шешем де осы өнер адамдары. Солардан енді шынымды айтсам маған енді ол қанмен келген дарын, өтірігі жоқ. Енді осы 2-ші класстан бастап өлең айтып осылай ел алдына шығып жүргенбіз. Оның бір жағында енді Алтынбек айтып кеткендей, ауыл арасында осы облыс көлемінде тойға шықтық, онда сондай кездер болды ғой. Мына өзіміздің арамызда мына клавиш инструментте ойнайтын Жамансарин Ермұхан деген ағамыз бар. Мен өзім ар жағым Жетібайданмын, Ермұхан ағамыз Шетпенікі, сол жұмыс бабымен Ермұхан ағамыз Жетібайға келіп тұрды бір қайыр жылдары. Сонда сол кісілермен бірге тойға еріп, сонымен әйтеуір жалғасып кетті осы әншілік неміз да, творчествомыз қалай болады. Сол кездерде мен сол 10-шы класс оқимын, 93-92 жылдары. Содан басталып кетті ғой, соның бір жағында енді анда-мында жүрдік, концерттерге, конкурстарға қатыстық. Оның бір жағында 2005 жыл, 17 жыл мекен. Осы жігіттермен осындай бір концерттің кезінде кездесіп, бұрыннан танимыз, Жұмабай деген жігітті мен бұрыннан бала күнімнен танимын. Бірге өстік, бірге тойда жүрдік. Алтынбектерді бір ауылдықымызды 2006 жылдан бері танимын, Алтынбек деген жігітті. Содан енді арамыз деген қатты тығыз байланыс болған жоқ та, арамыз үзіліп кетті. Содан 2016 жылы осы жігіттермен бір жерде осына Маңғыстау мұнай-газдың ішінде болғасын, бәріміз бір системада жұмыс жасаймыз. Концерттерде кездесеміз, содан әйтеуір сол бірімізбен кездесіп, әйтеуір былай ұсыныстар айтып, сонымен осы топқа әншілік несінде қалдық ретінде өсіпті. Себебі бұл топты ары қарай дамытып, жаңғырту үшін дауысы қойылған, дауысы жақсы недегі бізге солист керек. Сондықтан да енді бұрынғы біздің әншілерімізде, бұрынғы нелерімізде жаман емес, бірақ дауысы қойылған кішкене более опыты бар, сондай бізге әнші керек болып, біз Талғат осылай қалдырды. Талғат бізде осылай топта қалды қазір. Қазір енді осы тұрақты осы азамат
Тағы да осы Жұмабайдың да өзінің характеріне келетін өзіндік бір репертуарына келетін әндері бар, ол айтылады. Біз енді үшін қысқасы 2 солистіміз бар. Тағы да топта 2. Иә, 2 азамат бар. Ол жаңа айтып отқанымыз, жаңа мен айтып өткен, осы топтың басына құрылғаннан бері келе жатқан Мархабат Бигелдинов дейтін азаматымыз бар. Ол бас гитарада. Сосын жаңағы ударник инструментте Аслан дейтін жігітіміз бар, Сатқанов. Сосын жаңағы Ермұхан Жамансарин дейтін азаматымыз бар. Ол кісі қазір енді бір әртүрлі жағдайларға байланысты қазір бізге кішкене келе алмай жатыр. Сол. Енді Алтынбек аға жаңа Жұмабай аға мен Талғат аға айтып кетті, қалай өнерге келген, иә? Жалпы өнер қалай қызықтырғанын айтты. Ал сіз енді білеміз, сазгерсіз, гитарада да ойнайсыз, яғни инструменттерде де, иә? Сіз қалай өнерге қызықтыңыз дейікші? Мен өнерге қызыққанда, мен сол мектеп бітіргеннен кейін 95 жылы Маңғыстау өнер колледжінде түстім. 2000 жылы соны бітірдім, домбыра классын. Болат Азмағамбет дейтін ағамыздың классынан бітірдім. Солдан бері осы өнер саласында әйтеуір мүмкіндігіміз келгенше атсалысып келе жатқан жағдайымыз бар. Ал сазгерлік? Сазгерлік енді жалпы бұрын мен ойлаймын енді ол бәлем былай уақытта келді, былай уақытта келді дегеннің өзінде де, мысалы бізде бұрын сол жас болдық, мектеп жасында жігітшік дәурен кезінде бір келген сол кездерден бастап бір әуендер болды. Мысалы оны көп кішкене халыққа көрсете алмайсың, былай адамдарға көрсете алмайсың. Сонымен бейқарай 2000 жылдардан бастап бейқарай әндерді жазып жарыққа шығып, сондай айтылып жатыр. Қазір қоржыныңызда дейікші, ән қоржыныңызда қанша ән бар? Қазір енді ән қоржынымызда бір 30-40 ән болар. Одан да көп болар, білмедім мен, оны санаған жоқ мен. Осындай ән бар, осындай ән бар. Бүгінгі біздің телеарнамызға алып келіп отырған, яғни қазір эфирімізде көрсетілетін Туған жер әніңіз туралы айтсақ, сөзі кімдікі? Туған жер ән дегеніміз бұл біз былтыр несін түсірдік. Біздер ол 18-19 жылдары жарыққа шыққан ән. Бұл әннің сөзі осы әндердің, көптеген әндердің, жалпы менің әндерімнің несі авторы, тағы да осы біздің Қазақстанның сазгерлері бар, өзіміздің жергілікті жердің сазгерлері бар, солардың әндерінің сөздерінің авторы Дайрабай Үсіпбаев ағамыз бар, сол кісінің шыққан сөзі. Бұл сіздің әніңізге жазылған, яғни сазгерлік қырыңызда жазылған әнге түсірілген бейнебаянның алғашқысы ма? Яғни өздеріңіз орындап тұрған? Біз өзіміз орындап тұрған біздің топтың сол алғашқы бейнебаян. Қайда түсірілді? Толығырақ айта кетейік. Қазір сәлден соң біз бұл әнді көрсететін. Бұл әнді дейтін өзіміздің осы жергілікті жерде түсірді. Жергілікті Маңғыстаудың несінде. Біз енді болды жалпы ойлар, жалпы вообще бізді Қазақстанның түкпірінен алу жөнінде. Бірақ енді әр жақтың сәтімен болады ғой. Былтыр енді елімізде болып жатқан негде болды, оның бәрі де кедергі жасады. Кейінге сырылып былтыр 2020 жылдың аяғында таман түсірдік. Өзіміздің осы жергілікті жердің өңірлерді алдық. Жалпы туған жер, туған елге деген құрметтің мақсатында түсірген ән ғой. Арнамызға жаңа қосылған көрермендерге қайырлы күн дейміз. Тікелей эфирдегі Орта толсын бағдарламасы жаңа ғана сіздер тамашалаған керемет бейнебаян Қаламқас вокалды инструменталды ансамблінің, яғни мұнайшылардан құрылған ансамблдің орындауындағы Туған жер әні болатын. Ал студиямызда дәл осы ансамблдің мүшелері келіп отыр. Тағы да студиямызға қош келдіңіздер дейміз. Бейнебаянға қарап отырып, бір расымен де демалып қалады екенсің, өйткені туған жердің осындай керемет жерлерін, оның үстіне жай ғана өздеріңіз орындап тұрған әннің өзі де әдемі көрінеді. Енді неге бұл ән таңдалды деп сұрайықшы? Және бұл бейнебаян қашан түсірілді?
басталды бек. Бұл бейнебаян сол мана біздің клипмейкеріміз бар, Орал қаласынан Аманат дейтін азамат бар. Біз енді оның бірінші жұмыстарын танысып көргенбіз. Басқа да клипмейкерлерге ұсыныстарға жасап қарадық та, бірақ біз сол Аманаттың несінің жұмыстарына қарап тоқталдық та. Сол біз қыркүйек айында түсірдік оны. Қыркүйек айында түсірдік. Біз енді әндеріміз жалпы мақсатты авторлық әндеріміздің кішкене байытсақ дейтін бір мақсат бар да бізде, ұжымда жалпы. Себебі қалай болмағанда авторлық әннің біз енді авторлық қойғанда бұл тек қана менің әнім болу мақсат емес. Арнайлап сіздің ансамбльге жазылған әндер дейсіз. Менің әнім болу мақсат емес. Біздің ансамбльге арнайы жазылған әндерден түсіру керек. Болмаса сосын оны біз сол репертуарын сонда көбейту керек дейтін мақсат бар бізде. Сол мақсатпен осы әнге тоқталдық. Осы жігіттердің барлығы осы әнге түсіргуді қолдады. Енді біз бірінші бұл әннің жаңағыдай жанды дауыстағы нұсқасы болды, бірақ біз осыны түсіру үшін енді студиялық нұсқасын жаздыру керек болды. Біз соған байланысты Алматыда бірінші студиялық нұсқасын жаздырдық, әннің сапалы түрде болу үшін. Біз енді сапаға мүмкіндігіміз келгенше жұмыс жасап қарадық. Сол қыркүйек айында түсті. Қазір енді осы көрерменге жол тартып. Ағалар, толықтырсаңыздар, бұл ән жөнінде деп айтайықшы, иә? Негізі бұл клип одан да бұрын түсіреміз деген мақсатпен. Одан кейін осы пандемия басталып кетті, күшейіп кетті. Сосын ақылдаса келе кейінге қалдырдық. Сол рет сол қыркүйек айында болды. Соны пайдаланып түсірдік қой. Қыркүйек айының таңдауында өзінің себебі бар ғой. Біз алдымызға тамыз айында түсіргіміз келіп, жаңағыдай бір не болып қалды, қысылтаяң кездер болды. Сосын күн кішкене салқындау болады. Жасайтын енді гримің бар, анауың бар, мынауың бар, соның бәріне мысалы жаз айына кішкене нелеу болды. Сосын кішкене салқынға қарай өзіміз артқа қарай шегергенбіз. Онымен сол бірінші, екінші, үшінші осы қыркүйек күндері сол жұмыстандық. Бірақ сол білмеймін, сол өзіміз ыстыдан қашып жүргенде тап сол қыркүйек айында сол 3 күнге ыстыға тап болдық, қалай болмасын. Сол күні ысып кетті. Енді әр заттың өзінің бір несі бар ғой, қызық жағы бар, қиын жағы болады, қалай болмасын. Ол дегенде мысалы шетпеден ары қарай, шайырға қарай шығып, мана әдемі табиғаттарды көрсеткімізге. Қай жерлер екен айта кетейік. Бұл жер енді сол Маңғыстауданның несі аумағында Айрақтының тұсы. Сол бір күн бұрын жаңағы. Көгез бар, сосын мына Қарақияның ойпатындағы жерлер бар. Сосын мына өзіміздің теңіздің жағалауындағы нелер көріністер, сол осы мына клипте өзі көріп отқанша барлық адам көргеннен кейін барынша айту, өзіміздің барынша мына табиғатымыз бар ғой, біздің мына Маңғыстаудың табиғатын бір әдемі жерлерін көрсеткіміз келді. Туған жер болғасын жерде айту, өзіміздің туған жеріміз барлығы да осы Маңғыстау топырағының азаматтары отырған. Енді біздің көрермендеріміз сұрақ келген екен, оқи өтсем. Клип керемет түсірілген. Осындай Маңғыстау мұнайшыларынан құрылған вия өнерін неге республикаға шығармасқа, үлкен сахналарға өнерлеріңіз үстем болсын дейді. Осы тұста айта кетейікші, жалпы неге республика көлемінде шығармасқа деп жатыр ғой. Үлкен сахналарда бұл енді сіздер жай ғана мұнайшылардан құрылған кішкентай ғана топ емес, сіздер керемет әндеріңіз бар, керемет бейне клиптеріңізді ғана көрдік жаңа ғана. Республика көлемінде үлкен сахналарға шығу ойда бар ма? Ол республика көлемінде үлкен сахнаға шығу деген шындығына келгенде екінің бірінің қолынан келе бермейтін зат бір жағынан. Сосын енді ол қайдан білейін енді ол өзімнің ойым солай мысалы ол бәрінде уақыт көрсет, бұйыртқан уақытында өйтіп енді ол алып баратқанда өйтіп танымал болмағанмен әйтеуір осы Маңғыстаудың ішінде жүрек, анда-мында концерттерге шығып тұрып отырып емес, республикалық мысалға нелерге де барып, Алматыда,
Астанада концерттерге қатысып келдік мысалы да. 2018-де. 2018. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының өзі ұйымдастырған мұнайшылардың арасында ұйымдастырылған Алматыда, Астанада болған шараларға қатыстық кезінде. Енді жалпы енді ол әркімнің өзінің бағына қарай ғой. Меніңше бұл жерде біз енді қазір танымалдылыққа ұмтылатындай жастан біз одан кетіп қалған сияқтымыз. Жалпы бұл ансамбльдің несінде біз енді жаңағы айтылып отыр ғой, біздің Астананың басым көпшілігі Қаламқас кен орнынан деп. Қаламқас мұнайгаз өндіріс басқармасының қызметкерлері ғой. Енді сол бізді сол жалпы Қаламқас кен орнындағы жалпы тарихында қалу мақсат. Мына біздің бейнебаянымыздың да мақсаты бір танымал болып, бір жұлдыз болу мақсат емес, жалпы біздің өзіміздің ұрпағымызға, өзіміздің ұрпағымыздың артына қалдыратын бір мұра есеп қой. Жалпы болашақта ұрпағыңа бір жақсы іспен, жақсы немен қалу керек деп мен түсінігім солай. Ал енді жаңағындай жоғарғы республикалық деңгейлерде мүмкіндіктер болып алда уақытта болса, біз енді оған уақыт көрсетер, оған енді тағы бір сұрақ бар екен. Ұжымның бұл алғашқы клип ме екен? Тағы ойда жүрген проектілеріңіз бар ма дейді? Дұрыс сұрақ. Енді біз мына жаңада басында да айтылып кетті, біздің алғашқы клипіміз. Бірақ енді алдағы уақытта жалпы жоба дайын болғанда жалпы жасақтап жатырмыз. Бір әнді ұстап отырмыз. Әнді қазір оның сөзін жаздырып жатырмыз ақындарға. Кішкене сөзді қайттан дұрыстап мән беру керек болып жатыр. Себебі ақындардың жазған сөздері бізге кейбір жері ұнамайды, кейбір жері ұнайды. Оның бір әннің құрылысына, несіне, мінез құлқына келу керек деген ойлар болады. Ол әнді тек қазір дайындау жұмыстары жүріп жатыр. Алда Құдай қаласа шығарамыз, соған жұмыстанамыз деген ой бар. Көрерменімізден тағы сұрақ. Сәлематсыз ба? Өнерпаздарға сұрақ. Сазгер ретінде ән тапсырыспен жазады ма екен дейді. Осы тұста айта кетейік шаға. Мысалы, ақындар, сазгерлер, мысалы, мен әнге жаңағы айтқан тапсырыс берген кезде кейбір сазгерлер, бұл енді оңай нәрсе емес қой. Ол шабыт деген бар. Мысалы, біреулер айту мүмкін, маған өлең шығар бірінші сөзі керек, содан соң ән шығады. Керісінше біреулер айтады, мен ән шығарамын, содан соң мен тақырыбын біліп тұрам деп. Ал сізде қалай? Енді тапсырыспен жазама дегеннен кейін қойып жатқан сұрағым ғой. Тапсырыспен ету бар. Мен жазғанмын әндер, бір жар әндер тапсырыспен. Тапсырыспен онда мен өзіме ұнаған нелер, характерді маған өзіме ұнаған несі болғанса, мысалы, тақырыбы өзім сөйтіп жазған. Бірақ енді бірінші біздің ән, сол ән әуен келеді ғой бірінші. Сосын ақындармен жұмыс жасаймыз. Енді репертуарларыңыз жөнінде айтайық. Жаңағы айттық, 8 жылдық тәжірибесі бар, топсыздар, репертуарыңызда қанша ән бар, немесе тақырыптардың басым көпшілігі қандай дейміз бе? Ерекшеліктеріңіз қандай дейікші топтағы? Жаңағы жанды дауыс біреуі. Енді жергілікті сазгерлердің әндері бар біздерде, мысалға Марат Ордабаев ағамыздың әндері, Сағынғали Қожаев ағамыздың, Талғат Атшыбаев. Осы жергілікті сазгерлердің әндері көбіне насихаттайтынбыз. Айтып. Талғатыға қосарыңыз бар ма? Қосар болғанда енді общий жалпы репертуарға келгенде оның ішінде бәрі де бар, республикалық деңгейде айтылып жүрген әндеріміз де бар. Енді ол жаңағы біздің былай ғой, жалпы оның ішіне советтік жаңа композиторлардың деп айтылады ғой, сосын Қазақстан композиторлардың әні, жергілікті сазгерлері бар, өзіміздің жаңа авторлық әндеріміз бар. Сондай бар әрине, сонымен ерекшеленеміз етшеріміз. Енді жаңа сіз айтып жатсыз ғой, 8 жылдық жаңағы тәжірибесі бар деп. Бірақ енді бұлай болу керек деп ойлаймын енді. Қазір уақытта біздің негізі бұл азаматтарымыздың негізі жасап жатқан основной жұмысы бар. Бұл жұмыстан кейінгі
енді хобби десек болмайтын шығар енді. Өнерде бұлай не қылуға, мен өзім өз басым оған келіскім келмейді, хобби қылғым келмейді, хобби дейтінге келіспеймін. Бірақ енді основной жұмыс бар. Сондықтан да біз үнемі біз сол ансамбльді дайындап, дамыту үшін уақытымыздың бәрі основной өзіміздің негізгі жұмысымызға арналып жатады. Сол мынау қосымша уақыттарда арналатын жұмыс болғаннан кейін енді осы жерде жігітке жеті өнерде аз дегенді айту керек сияқты, иә. Біздің көрерменімізден тағы бір сұрақ, дәл осы біздің айтып отырған нәрсемізге қатысты. Өнер мен өндірісті қатар алып жүру қиын емес пе? Қайсысына басымдық беріледі? Жұмыс орнында қолдау бар ма деп жатыр екен. Енді мен осы дұрыс сұрақ, мен мана басында негізінде бұл әңгіменің басында айтылу керек дейтін деп ойлағам. Жалпы өнерге қолдау дегеннен шығады ғой. Біздің негізгі бұл ансамбльдің құрылуына, жалпы техникалық базасының жасақталуына үлкен қолдау, үлкен көмек, үлкен бір үміт артқан біздің өзіміздің мекемеміз Маңғыстаумұнайгаз акционерлік қоғамы, сонымен бірге өзіміздің Қаламқас өндірістік басқармасы. Осы жерде айта кеткім келеді, сол жердегі басшылық азаматтарға, ағаларымызға үлкен рахметімізді айтамыз. Себебі бұның енді базалық музыкалық жанды дауыс болғаннан кейін музыкалық аспаптардың базалық несі бар, аспаптар бар, басқа дыбыс күшейткіш аппаратуралар бар, сахналық киім-кешектеріміз бар. Соның барлығына қолдау бір көмек көрсетіп жатқан сол өзіміздің мекеме ұжымға рахметімізді айтқымыз келеді. Әрине, жанды дауысты айтқаннан кейін өздеріңіз орындап тұрған аспаптардың өзінің жаңағы айтқан сапасы дейміз ғой. Сапасы да жоғары болу керек. Ал бұл қаражатты талап етеді. Бұл да бір сіздерге деген қолдау шығар. Жұмыс орындарыңыздың, яғни өндіріс пен өнерді қатар алып жүруде сіздерге деген қолдау деп білейік. Енді Алтынбек аға, естіп жатырмыз эфирге дейін жаңа сіз жай ғана сазгер емес екенсіз, яғни тек қана өздеріңіз орындап жүрген жоқ екенсіз әндеріңізді, республика көлемінде сіздің әндеріңізді айтып жүрген әншілер бар екен. Қай әнші, қандай әндеріңіз орындап жүр, соны білейікші? Рахмет. Енді мен бұрын жалпы алғашқы менің әндерімді айтқан, осы қазір енді кішкене өнерден сәл шектеліп алыстаңқырап кетті. Файзолла Құлмұханов дейтін азамат болды. Ол енді кезінде мүмкін енді қазір кісілер танымау мүмкін, енді осыдан 10-15 жыл бұрынғы жастар жағына жақсы танымал әндер болды. Гүлі сенсің бағым деп ән сал жаным деген ән болды. Мұқағали Мақатаевтың сөзін жазылған. Жаңа Гүлі сенсің, ол Көмегі Ыбыраевтың сөзін жазды. Одан кейін мына енді біз танымал деп жатамыз ғой енді. Танымал азаматтардан да бар. Ақылбек Жемени репертуар. Ол Туған жер дейтін ән болды. Сосын жаңағы Алматы мен Астана дейтін ән болды. Қазір жастар бағытында жазылды. Оған да біршама уақытта болып қалды. Сосын тағы қандай, тағы да бір жақсы ән болған. Сезесің бе мен сені деген ән. Ол енді павлодарлық ақынның сөзін жазылған ән еді. Сондай әндер бар. Тамара Асар әндерінен де репертуарында менің бір-екі әнім бар. Әке анаға арналған ән, Сүйгенім деген махаббат тақырыбына жазылған ән. Құрмаш Махамовтың әнінде бір жар әнімізді айтып жүр. Бауыржан Ретбаев, Телқоңыр. Телқоңыр тобы бар. Міне, өзіңіз енді айтуға ұялып отырғаныңызды сезіп отырмыз аға. Десе де енді бұл мақтанғандай болып бұл сізді эфирге шақырып отырғаннан кейін біз көрсетуіміз керек қой, Талғат аға, солай ма? Өйткені бұл әндерді жаңағы айтқан әншілер орындап жүргеннен кейін көбінесе ақын мен сазгер көрінбей қалып жатады. Сол үшін де сұрап отырғаным қандай әндері деп. Енді эфирге шақырып отырып, студияға бір емес екі бірдей гитараны қойып, қалай сіздерден ән сұрамаймын? Қандай ән орындаймыз? Енді жаңа
айтып жатырық қой, біздің жаңағы өзіміз сонымен жергілікті сазгерлерімізден деп өзіміздің мына енді қазір топтың репертуарында Сағын Нұрғожаев дейтін ағамыз бар, марқұм өмірден өтіп кетті. Сол кісінің Маңғыстау дейтін әні бар, соны орындап береміз ба? Соны орындап бересіз. Маңғыстау. Жердегі гүлім, көктегі күнім Маңғыстау. Ақ махаббатым, мәңгілік жырым Маңғыстау. Тебіренбей қалай шадарсам, о туған жерім, шабыттың көзі шығарса. Бұйратты құмды қасиетті таулы мекенім, өзіңде туып өмірдің ұқтым некені. Аңсасам егер шалғайда жүріп мен сені, қанатқа байлап сағынышымда жетермін. Аңсасам егер шалғайда жүріп мен сені, қанатқа байлап сағынышымда жетермін. Қыранды өлкем, жыранды өлкем Маңғыстау. Саздарын қосып, домбыра шертем Маңғыстау. Керуен жолдар төсінде жатқан не қила, бабаларымның әжімді жүзі секілді. Бұйратты құмды қасиетті таулы мекенім, өзіңде туып өмірдің ұқтым некені. Аңсасам егер шалғайда жүріп мен сені, қанатқа байлап сағынышымда жетермін. Аңсасам егер шалғайда жүріп мен сені, қанатқа байлап сағынышымда жетермін. Бұйратты құмды қасиетті таулы мекенім, өзіңде туып өмірдің ұқтым некені. Аңсасам егер шалғайда жүріп мен сені, қанатқа байлап сағынышымда жетермін. Аңсасам егер шалғайда жүріп мен сені, қанатқа
байлап сағынышымды жетермін. Қандай керемет бәрекелді алар. Енді дәл осы әнді тыңдап отырып, жаңа ғана туған жер деген әнді де тыңдап жатырмыз, Маңғыстауды тыңдап жатырмыз. Енді бүгінгі тақырып туған жерге тағзым. Туған жерді қаншалықты сүйетіндеріңізді сіздердің репертуарыңыздағы әндердің атынан ақ білуге болатын сияқты. Өйткені жаңа айтқан, бұл сіздердің топтың түсірген алғашқы бейнебаяны дәл осы туған жер тақырыбына алынып тұр. Сондықтан мен бұл сіздердің таңдауларыңызға қарап, мен сіздердің туған жерді қаншалықты сүйетіндеріңізді түсініп отырғандаймын. Енді біздің бағдарламамыз аяқтауына 5 минуттай уақыт бар екен, сұрамай кетпесем болмас. Енді жаңа айтып жатырсыздар, мұнайшыларға, өнерпаздарға, мұнайшылар арасындағы өнерпаздарға қолдаудың қаншалықты бар екенін айта кеттіңіздер ғой. Десе де бұл сіздердің топтың шығуына деген қолдау. Ал басқа мұнайшылар, яғни басқа да өнерпаздар, әншілер басқа, сіздің салада жүрген әншілер, соларға қандай да бір концерттер, немесе бір жарыстар, жаңа сөзіңізден бір естіп қалғандай болдым, Алматы, Астанаға барып келдік деп. Осылар жөнінде айта кетсек, осындай конкурстар болып тұра ма сіздердің араларыңызда? Яғни мұнайшылардың арасында? Мұнайшылардың арасында енді қолдау әрине бар, өнерпазы. Біз енді басқа да халық аспаптар жағынан, халық әндер жағынан орындайтын әншілерге жалпы олардың өнерін дамытуға арғай осы мерекелік шараларға қатысуға, сондайларға қатысып істеп жатқан жұмыстар бар. Оларға енді әрине рахметтен басқа ештеңе айта алмаймын. Қазір елімізде болып жатқан пандемияға байланысты кішкене ақсап тұрған өтірік емес. Бірақ әйтеуір 2018 жылға дейін дұрыс жұмыс жүргізілді деп ойлаймын өзім. Жан жаққа шықтық. Бұл тек қана біз емес, өзіміз емес. Бүкіл Маңғыстау мұнайгазда емес, Қазмұнайгаз бойынша түрлі концерттер ұйымдастырылып, конкурстар ұйымдастырылып, жер-жерге барып та келдік. Өзіміз арасында болып, қатысушы болып, куәсі болып келдік. Ол жаңа енді қолдауының кемі жоқ. Көп-көп рахмет. Мына енді осы 2019-20-21 осы 2 жыл ғой, арамызда кішкене істеп қалып жатыр. Жалпы осы Маңғыстаудың өңірінде осы бір Маңғыстау демейміз-ау, тіпті Қазақстан бойынша бір кішкене ақсап тұр ғой, өтірігіміз өнер жағы деген концерттер бар, театрлар, барлығы да кішкене әйтеуір. Енді жоспарды сұрайықшы, алға қойған қандай жоспарларыңыз бар? Осы топпен қандай? Енді жоспарымыз мана Алтынбек айтқандай жаңа бейне баянға ең бірінші дұрысы бір әуен әніміз бар. Алтынбек айтқандай сөз, ана сөз жаздырып қараймыз, мына сөз жаздырып қараймыз. Бәріміздің көңілімізден бір жерден шығу керек та. Жалпыдағы жоспарды айтатын болсақ, біз енді осы келесі жыл бола ма, алдағы уақытта бола ма, енді оның уақыттың өзінің еншісіне көрсетеді. Біз енді осы тобымыздың альбомдарын жасағымыз келеді. Міне, нағыз үлкен жоспар осы ғой. Үлкен жоспар. Сосын альбом жасағымыз келеді. Сосын жеке бір концерттік уақыт бола ма, или мүмкін оған ерте ме, оны енді уақыттың еншісіне. Жалпы енді арғай жұмыстар жасалып, бағытта жасалып береді. Енді ол жаңа айтып отқан клип мәселесі, ол енді қазір шындығын айтатын болсам, мен кімге қалай екенін білмеймін. Мен өзіме, өзімнің не түсінігім бойынша, қазір енді осыдан 10-15 жылдағыдай емес, қазір меніңше клип түсіру дейтін қолжетімсіз дүние емес сияқты. Қазір қолжетімсіз сияқты. Қазір себебі дамып кетті. Қазір техника дейтін өрістеп кеттік. Қазір дейтін мына қолымыздағы ұялы телефонның сапалы нұсқасымен де кино түсіріп жатыр, клип түсіріп жатыр. Шағын қазіргі роликтер қалай айтылады? Сондай ролик қалай еді?
тикток сияқты шағын ғана минуттық нелер, мысалы бейнетаспалардың өзінен жақсы не қылып көрсеткіштер көрсетіп жатыр. Сондықтан да қазір ол қол жетімсіз емес сияқты, барлығына қол жетімді жаңа бейнебаян дейтін. Бірақ енді жақсы ән, жақсы репертуар, жақсы ән, жаңағы айтқан жақсы бір альбом жасау деген мақсат бар. Болашақ уақыт еншісінде. Уақыттың еншісінде. Бізге келген тағы бір хатты оқып жүрсем, қаралтын игеріп қоймай, өнерге де уақыт тауып жүрген мұнай шағаларымыз үшін бойыңды мақтаныш кернейді екен, жарайсыздар депті. Осымен мен сөзімді жалғастырып, бүгінгі эфирімізді аяқтасақ. Сіздерге көп-көп рахмет. Студиямызға келіп, өздеріңіздің өнерлеріңізді көрсетіп жатырсыздар. Әдемі бейне клиптеріңізді алып келдіңіздер. Тек шығармашылықта шыңдала беріңіздер, жаңа айтқан жоспарларыңыз орындала берсін. Өздеріңіз айтқандай бұл біздің хобби емес дедіңіз. Енді жігітке жетеунер де аз деп жатамыз. Бұл біздің топырақта, яғни Маңғыстау өлкесінде туылған әрбір азаматтың бойында өнерге деген сәл де болса талант бар, және оны біз шығара білуіміз керек. Сіздерге рахмет. Жай ғана қаралтын игеріп қана қоймай, сонымен қатар әдемі әуендеріңізбен елді тәнті етіп жүргендеріңізге сіздерге көп-көп рахмет айтамын. Жұмыстарыңызда табыс тілеймін. Рахмет, сау болыңыз. Рахмет. Қымбатты көрермен, осымен бағдарламамыз өз мәресіне жетті. Дүйсенбі күні дәл осы сағатта Орта Тылсым бағдарламасын жібере алмаңыздар.